Саламатсыздар ма балалар? Бүгінгі сабағымызды бастаймыз. Бүгінгі жаңа сабақтың тақырыбы презентацияны безендіру. Бүгінгі сабақтан үйренетініміз презентацияны безендіру және презентацияның бет параметрлерін ауыстыру. Ең әуелі PowerPoint бағдарламасын ашып алайық. Презентацияны қалай безендіруге болады? Презентацияны PowerPoint программасындағы дизайн мәзірі арқылы безендіре аламыз. Слайдқа фон қою үшін осы дизайн мәзіріндегі дайын фондардың бірін таңдаймыз. Мінекей балалар, біздің фонымыз таңдалды. Егер дайын фонның түсін ауыстырғымыз келсе, онда басқа түс таңдауға болады. Ол үшін осы дизайн мәзіріндегі түстер батырмасын басып, қажетті түсті таңдаймыз. Презентацияның бет параметрлерін ауыстыру үшін осы дизайн мәзірінен слайд бағыты батырмасын басып, кітап түрінде немесе альбом түрінде бағытына ауыстыра аламыз. Өз қалауымыздағы фонды жасау үшін яғни мына жерден фон стилі және фон пішімі командасын таңдаймыз. Фон пішімін ауыстырудың 4 түрі бар. Олар біркелкі құйып бояу, слайдты бірыңғай түске бояйды. Келесі градиентті құйып бояу. Бір түске екінші бір түсті бірте-бірте араластырып, өзге түс алуға болады. Одан кейін сурет және текстура. Текстура батырмасын басу арқылы дайын суреттері бетінде көрінетін фонды қоюға болады. Файл батырмасы арқылы компьютердегі фото немесе суреттерді таңдап қоюға мүмкіндік береді. Келесі өрнекпен құйып бояу. Бұл слайд фонын сызықпен нүктенің үйлесімімен бояйды. Керекті фон түсін таңдағаннан кейін, барлығы үшін қолдану батырмасын таңдағанда, барлық слайд осы түске боялады. Балалар, енді жасаған презентациямызды сақтауымыз керек. Ол үшін файл, сохранить және сохранить, яғни сақтау батырмасын басып, сақтап қоямыз. Балалар, сабағымыз түсінікті болатын болса, ары қарай тапсырмалар орындаймыз. PowerPoint программасының терезесінің батырмаларын атауларымен сәйкестендір. Біздің берілген уақытымыз аяқталды. Ендеше өз жауаптарыңды сәйкестендіріп көріңдер. Үстіңгі қатары бұл мәзір жолы және пішімдеу тақтасы. Одан кейін тақырып жолы және құрылым аймағы. Бұл слайд аймағы және төменгі жақта қалып күй жолағы. Ендеше тексеріп көреміз. Жарайсың, барлығы дұрыс. Балалар, үйге компьютермен орындауға тапсырма. PowerPoint программасын іске қос және ашылған слайдтың алғашқы бетіне су тіршілік көзі деп жаз. Төменгі жағына мектебің мен сыныбыңды жаз. Және келесі слайдты жасап көр. Ол слайдқа өзің білетін өзен туралы қысқаша мәлімет жаз. Ғаламтордан суретін көшіріп қой. Жазылған мәтіннің түсін түрлі түсті етіп өзгерт. Балалар, бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар.